Баршаңызға Алланың сәлемі мен рахымы болсын достар. Бүгін біз сіздермен өте жұмсақ әрі дәмді синнабон тоқашын жасайтын боламыз. Алдымен бір үлкен кеседен жылы сүтке 2 ас қасық кез келген құрғақ дрожжымызды салып, жақсылап араластырамыз. Сүт жылы болуы керек. Егер ыстық болған жағдайда дрожжың пайдасы болмай қалуы мүмкін. Бетін 10 минутқа жауып қоямыз. Дайын болған ашытқымызды қайтадан жақсылап араластырамыз. Жарты кесе қанттың жартысын кішкене алып қаламыз. Ашытқымыздың үстіне салып араластырамыз. Екі жұмыртқа, оны да жақсылап араластырамыз. Жарты кесе сұйық майымызды құямыз. Ұнымызды електен өткізіп саламыз. Үлкен кесемен 1,5 кесе ұн салынды. Қою болғанша қасықпен араластыра береміз. Ұнды електен өткізбесеңіз, қамырыңыз көтерілмей қалуы мүмкін. Разрыхлитель, жарты қасық және ванилин. Ол да жарты қасық. Ұнымызға саламыз, араластырамыз. Елекпен өткізіп саламыз. Қамырымыз қою болғанда қолмен илеп бастаймыз. Өте жұмсақ болу керек. Қамырымыз қатты басып илеуге болмайды.
Қолымызға жабысатын болса, майлап, осылай басын біріктіреміз. Қатты басуға да немесе илемей қоюға да болмайды. Орташа қалыпта илейміз. Жан жағында қолымызда ешқандай қамыр қалмау керек, ұн қалмау керек. Бетін жауып, 1-1,5 сағатқа көтерілгенше қоямыз. Жылы жерде тұруы тиіс. Ашыған қамырымызды осылай илейміз. Кішкене ұн себеміз, өйткені жабысып қалуы мүмкін. Қолмен басып, оқтаумен жая бастаймыз. Ұнды көп себуге болмайды, өйткені қамырымыз құрғақ болып қалады. Бір қорап корицаның жарты корицасын алдым, қантпен араластырдым. Қамырымыздың үстіне кез келген сары майды ертіп, немесе сұйық майды жақсақ болады. Үстіне осылай сеуіп шығамыз. Және де осылай орай бастаймыз. Пышақпен емес, осылай жіпті кішкене алып, жіппен бөліктерге бөлеміз. Астын сұйық маймен майлап, табанын астын немесе қағаз қоюға болады арнайы. Тоқаш бәліштер пісіруге арналған қағаз қоюға болады. Осылай бөлеміз, көз мөлшерімен.
бөлінген бөліктерді осылай табамызға қойып шығамыз. Арасын қатты жақындатудың қажеті жоқ, ол қазір 10 минутқа қойған кезде көтеріледі. Үлкенін ортасына қойдым. Бетін жауып 10 минутқа қоямыз. Осылай көтеріледі. Бір жұмыртқаны осылай жарып, үстіне жағып шығамыз. Әдемі болып жылтырайды. Беті құрғақ болмайды. «180 градуста 10 минуттай беті қызарғанша пісіріп аламыз». Міне осындай әдемі тоқашымыз дайын болды. Енді үстіне қаймақ. Кез келген қаймақты пайызы маңызды емес. Қалауыңызша 4-5 қасық өз қалауыңызша қаймақты осылай салып, үстіне кішкене қант, жарты қасықтай қант салып, араластырамыз. Дайын болған тоқашымыздың үстіне осылай жағып шығамыз. Кез келген фирманың кез келген пайыздағы қаймағы жарай береді. Осылай жағып шығамыз. Достар, каналымызға жазылып, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Ас болсын.